ешқандай сұрақтармен келеді. Денсаулығына байланысты, женский ауруларына байланысты келді. Өте керемет нәтиже болды, қуанып айтты. Мен прям былай оны учетқа алып отырмаймын. Просто келген кезде бастапқы запросты айқындаймыз. Себебі мен клиентпен 3 ай жұмыс жасаймын. Менде қысқа психологиялық кеңесте бар, және психологиялық терапияда жұмыс жасаймын. Ұзақ уақытты сол 3 ай. Сол кезде басында келген запросты и 3 ай біткен кезде аяғында сол запрос не болды деген кезде өзеға барып түскен кезінде ешқандай нәрсе жоқ, тап-таза деп нәтижелерге ие болған адамдар бар. Олар ойдан болып тұр дейсіз ғой сонда, иә? Переніш жаны саудың тәні сау деген сияқты, өзіне кедергі жасап жатқан ситуациялар, қарым-қатынастар деген сияқты, солармен жұмыс жасаймын. Сол кездегі сізге бір нәтижесін көріп рахмет айтқан кездерде бір көңіліңіз толқып жылаған кездеріңіз болды ма? Сіздің еңбегіңіз ғой енді бұл. Болады. Бір клиент келген, бірақ ол кезде ол тіпті ауру запрос болмаған. Тоже женский ауру. Ұзақ уақыт емделіп жүргенде, одан нәтиже болмағаннан кейін, видимо, жаңағы аурудан выгоранияға түскен ғой. Мен еще йога инструктормын ғой. Сонда маған йогаға келіп жүргенде, йоганы психологиялық білім болғаннан кейін мен психологиялық бағытта жасаймын, терапияға жазылады. 3 ай терапиядан кейін дәрігерге барады ғой енді. Өзінің бала көтергісі келетін армандары да бар. Ешқандай ауру жоқ. Женскийінде. Тағы 3 айға жазыламын деп келеді ғой. Сол келген кезінде өзі таңғалып айтады да, осы тек қана терапия болды, йога болды, басқа еш нәрсе болған жоқ. Мен дәрігерге уже бармай қойдым, потому что шаршап кеттім. Бітпейді деп ше. Бітпейтін анализ. Ешқандай таблетка да ішпедім, бат та ішпедім, еш нәрсе жасамадым. Тек қана терапия и йога болды, менде болды. Сонда не терапия адамның денсаулығына әсер ете ма деген сұрақты қойдым. Көрдіңіз, даже бұл запроста болған жоқ. Сол кезде просто келіп жүре берді. Жаңағыдай ситуациялармен, қарым-қатынастармен жұмыс жасадық.